Баршаңызға сәлем. Бүгін біз YouTube курсының бірінші сабағы, кіріспе сабағын бастаймыз. Егер де осы тема сіздерге қызық болса, міндетті түрде астында тұрған подписаться кнопкасын басып, осы видеоға лайк басып кетеміз. Алдағы уақытта осындай видеоларын көптеп шығаратын боламын. Менімен бірге табыс табуды үйренетін боласыздар. Барлығы тегін үйретемін. Бір нәрсеге тіркел деген сияқты ештеңе жоқ бұл жерде. Сіздерге шын ниетпен барлығын тегін үйрететін боламын. Ал бірінші сабағымыз біздің кіріспе, ниша таңдау. Қандай ниша таңдасақ болады? YouTube'да қазір қандай тақырыптар просмотр көп жинайды, содан бастайды. Айтпас бұрын ең бірінші көп қойылатын сұрақтардың біріне жауап беріп кетейін. YouTube'дан ақша табуға болады ма? YouTube'дан ақша табуға болады. Егер жұмыс істесеңіздер, ол жерде кәдімгі жұмыс сияқты айлық төленіп отырады. Ол коммерческий просмотр үшін төлейді. Сіздердің видеоңызға реклама қойған үшін сіздерге ақша төлеп отырады. Енді ниша дегеніміз не? Ниша дегеніміз, сіз мысалға каналды қандай бағытта жүргізесіз? Сіз әлде тамақ жасайсыз ба, немесе детский канал жүргізесіз ба? Болмаса мектепке арналған оқушылардың сабағын жүргізесіз ба? Оның барлығы ниша болып есептелінеді. Сіз өзіңіздің нишаңызды табу керексіз. Бірақ естеріңізде болсын, сіздің таңдаған нишаңыз сіздің табысыңызға тікелей байланысты болады. Мына жерге қазір CPM-ді жазып кетемін. CPM дегеніміз 1000 просмотрға төленетін ақысын. Міне, қарап осы көрсеңіздер болады. Бұл жерде көрсетілгендей детский каналда табысы 2 есе аз болады. Себебі детский каналды кішкентай балдар көп қарайды. Олар платежеспособныйға кірмейді. Сондықтан жасы 18 бен 35 жас аралығында қаралым жинаған видеолар ақшасы, рекламаға төленетін ақшасы көбірек болады. Сол естеріңіз. Каналды ашу туралы видео менде бар. Өтіп көрсеңіздер болады каналымда. Енді айтатыным, тек қана каналды аштыңыздар, видеоны тек қана сол темада салу керек. Басқа жан жақтама. Мысалға тамақ туралы тема бастасаңыз, басқа мультфильм сияқты, немесе бояну сияқты барлығын араластырып тастауға болмайды. Тек қана бір бағытта жүргізулеріңіз керек. Себебі, мысалға, сіздің видеоңыз біреу қызығып көрді, мынаның видеосы қызық екен деп каналыңызға кіріп қалса, олар сіз тамақ көрем деп ойлайды да, ал сіздің каналыңызда бояну туралы тұр, мысалы, немесе детский мультфильмдер тұр, ол уже адамға қызық емес болып қалады. Сөйтіп ол адам тіркелмейді. Сізге адамның тіркелгені қарайды. Міндетті түрде каналды ашып болдыңыздар ма? Авасы мен абойын әдемілеп қойып алыңыздар. Адамдар бір кіргеннен қызығатындай етіп әдемілеп алыңыздар бірінші. Тағы көпсіңіз қателесетін тағы бір нәрсе бар. Мен канал аштым, видео салдым, болды, маған ақша түсу керек. Ондай емес. Бір жылдың ішінде уақыт береді сіздерге. 4000 сағат просмотр және 1000 подписчик болу керек. Сол кезде қана сіз монетизацияға жібере аласыз. Олар рассмотрение жасайды, 1-2-3 күнде, кейде 1 айға дейін созылып кетуі мүмкін. Егер видеолар ешқандай авторлық құқықты бұзбаса, және де авторлық видео болса, өзіңіз түсірген болсаңыз, олар міндетті түрде монетизацияны қосады. YouTube-пен жұмысты сіздер кәдімгі жұмыс ретінде қарауларыңыз қажет. Күнделікті болмаса да аптасына кемінде 2 рет видео салып тұрыңыздар. Және де сол кезде сізде трендке шығып кету мүмкіндігі жоғары болады. Тренд дегеніміз ол, егер сіз бір видеоңыз трендке түсіп кетсе, аяқ астына миллион просмотр жинауы мүмкін. Бір видео салып, 2 видео салып, болды, мен видеом просмотр жинамады, 1-2 просмотр жинады деп тастап кете салмаңыздар. Соңына дейін бару керек барлық нәрсені. Қазір ешқандай нишаны таңдау мүмкін емес, барлығы бос емес деген адамдар далбасалай береді. Мына жерге қазір жазып кетемін. Осы нишаларын қалаған таңдасаңыздар болады. Адамда шабыт болса, кез келген нәрсені істеуіне мүмкіндігі бар. Қарасаңыздар болады. Кез келген таңдаңыздар. Өзіңізге, жүрегіңізге жақын таңдаңыздар. Сол кезде ғана сіздер осымен жұмыс істей аласыздар. Өзімнің басымнан өткен барлығын сіздерге әшейін жалпақ тілмен айтып отырмын, бастарыңызды ауыртпайын деп, түсінікті болсын деп, қарапайым тілмен түсіндіріп отырмын. Өзімнің қателіктеріммен қалай жұмыс істеуге болады, сіздерге айтып беретін боламын. Барлығы шын ниетпен сіздер үшін табысқа шықсын деп жасалып отырған нәрсе бұл. Егер осы видео ұнаса, алдағы уақытта тағы да осындай видео күтсеңіз, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де подписацияны басуды ұмытып кетпеңіздер. Сіздермен болған Маржан. Келесі кездескенше.